Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгін біз 4-ші сынып қазақ тілінен 75-ші сабақты өтеміз. Табыс септігі тақырыбы. 51-ші жаттығу мәтінді тыңда. Таңертең ерте оянып, тысқа шықтым. Шығыс жақ қызыл шапақ шашып тұр. Сүрлеумен өзенге қарай жүгірдім. Кеше кешкісін қармақ құрып кеткенбіз. Келсем, жағада бір аққу қанатымен суды сабалап ұша алмай жүр. Қармақ аяғына ілініп қалыпты. Жалма-жалма жейдемді шешіп тастап, аққудың қасына малтып жеттім. Аққу суды сабалап сыңсыды. Аузын ашып айбат шекті. Аяғынан ұстадым да қармақтан босаттым. Бір саңқ етті де арғы беттегі жасыл құрғақтың ішінде қиқу салып, мұны тосып жүрген серігіне барып қосылды. Өзен жағасын әнге бөлеп аққулар аспанға көтерілді. Бөкен Төрлиевтің мәтіні. Енді тыңдаған мәтін бойынша баланың әрекетіне өз пікіріңді білдір деп тұр. Менің ойымша бұл бала дұрыс істеді, себебі аққуды босатып өзінің сыңарына қосылуға көмектесті. Бала аққуға мейірімділігін көрсетті. Келесі жаттығуда сөйлемдерді көшіріп жаз. Халық аққуды киелі құс деп есептейді. Аққуды қармақтан босаттым. Аққулар өзен жағасын әнге бөледі. Табыс септігіндегі сөздерді тап деп тұр. Енді осы жерде сөйлемдердің барлығын көшіріп жазамыз. Табыс септігіндегі сөздерді табамыз. Аққуды және аққуды деген сөздерде бізде табыс септігінде тұр. Табыс септігіндегі зат есімдер кімді, нені, кімдерді, нелерді деген сұрақтарға жауап береді. Табыс септігі атау септігіндегі сөзге н, н, д, д, т, т жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды табыс септік жалғаулары деп атайды. Яғни аққуды деген кезде бізде д деген жалғау жалғанып тұр. Оның табыс септігінде тұрғанын көрсек те болады. Сонда табыс септігіндегі сөздер аққуды деген екі сөз көрсетілген, нені деген сұраққа жауап береді. Келесі жаттығуда сөздерді оқып топта деп тұр. Бұл жерде бізде сөздерді қандай белгісіне қарай топтастырдың, топтардың бір-бірінен айырмашылығын түсіндір деп тұр. Яғни бұл жерде септік жалғаулары арқылы топтастырсақ болады. Яғни атау септігінде бізде жанартау, от, су, эколог деген осы төртеуі бізде атау септігіндегі сөздер. Жанартау, эколог, су, от. Келесі ілік септігінде нің, дің, дің деген сұрақтарға жауап береді. Қосымшалар жалғанады және кімнің, ненің деген сұрақтарға жауап береді. Найзағайдың, күннің деген екі сөз көрсетілген. Ілік септігінде. Бар септігінде ға, ге деген, яғни бізде кімге, неге деген сұрақтарға жауап береді. Әжемге, әжеме, әжеге, кімге, әжеге, атама, кімге, атама. Яғни бұл жерде бар септігі. Келесі табыс септігінде кімді, нені деген сұрақтарға жауап береді. Яғни ұшқышты, нені, кімді, ұшқышты, даласын, нені, даласын, бағбанды, кімді, бағбанды, желді, нені, желді. Яғни табыс септігінде кімді, нені деген сұрақтарға жауап беріп тұр. Келесі тапсырма берілген сөздерге табыс септік жалғауын қосып сөйлем құрап жаз. Құс, құсты, суды, күнді, өсімдікті деген сияқты жазамыз. Табыс септігіндегі сөздердің қай сөздермен байланысып тұрғанын айт деп тұр. Біз аулада құсты көрдік. Құсты деген сөз бізде табыс септігіндегі сөз болып тұр. Яғни көрдік деген сөзбен байланысып тұр. Адамдар суды үнемдеп пайдалану керек. Нені суды пайдалану керек? Яғни пайдалану керек деген сөзбен байланысып тұр. Мен ертең болатын күнді асыға күттім. Күнді, яғни табыс септігінде тұр. Нені күнді асыға күттім? Яғни күттім деген сөзбен байланысып тұр. Күнді күттім. Келесі, әжем бақшаға әдемі өсімдікті отырғызды. Яғни бұл жерде өсімдікті деген сөзіміз табыс септігінде тұр.
өсімдікті отырғызды. Яғни отырғызды деген сөзбен байланысып тұр. Келесі жаттығу мақал-мәтелді оқып табыс септігіндегі сөздерді жаз. Айдындағы аққуды ақылды мерген атпайды. Шеге тағаны сақтайды, таға тұлпарды сақтайды деп тұр. Енді бұл жердегі табыс септігіндегі сөздер аққуды, нені аққуды, тағаны, нені тағаны, тұлпарды, нені тұлпарды. Табыс септігіндегі сөз сөйлемнің қай мүшесі болып тұрғанын анықтап бір-біріңе түсіндіріңдер деп тұр. Бұл жерде бұл сөздер сөйлемде толықтауыш қызметінде тұр, яғни тұрлаусыз мүше. Аққуды, нені аққуды толықтауыш қызметін атқарып тұр. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыз бітті. Сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті тапсырмаларды бірге орындайық. Егер сұрақтарыңыз болса, сообществоға комментария жазсаңыздар, міндетті түрде жауап беріп өтемін.